Сәлем достар, мерекелік растяжка жасаудың оңай жолдарын көрсетемін. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ол үшін менің телеграм каналыма кіресіздер. Идеяға толы парақша, мен оған арнайы шаблондар дайындап қойғанмын. Осы шаблонды таңдаймын, сохранить етемін. Енді Pixar программасына кіреміз. Программа Android'та да бар. Плюс батырмасын басамыз, фристайлды таңдаймыз, жаңағы шаблонды таңдаймыз. Рекламаны жабуға болады. Қарай біз пропорция батырмасын басып, 3:2 размерін қоямыз. Шаблонды бір жаққа артай ығыстырамыз. Бізге керекті размері таңдалғасын, өзіме ұнағасын копировать етіп, екінші жағына қойдым. Ортасын теңестіру керек, бір-бірінің үстін жаппау керек. Сон барлығын қарастырасыздар. Размерім таңдалғаннан кейін ортасына текст жазамын. Менде Сая деген адам аты, сондықтан S-әрпін размерін келтіремін. Пипетка арқылы керекті түске апарамын. Сосын міндетті түрде обводка жасаймын. Жарда ілінетін болғандықтан менде четко болып көрініп тұрғаны маңызды. Екінші әрпі А. Мен кішкентай әріппен жазамын, үлкен әріппен әдемі болып көрінбейді. Осы шрифтпен жазғанда. Сосын А-ның түсінде өзгертемін. Тоже обводкасын жасаймын. Кішкене жұқа қылдырамын, қарасын. Сосын бұл жерде ең жақсысы өшіргішпен өшіруге болады. А-ның аяқ жағы созыңқы болғандықтан мен өшіргішті таңдап өшіремін. Резкісті таңдап бір рота өшірейін. Енді қайтып вернуть дегенді батырманы басып, кішкене шығын қылдырып қоямын. Енді қараңыздар, С әрпі менде кішкене жіңішке болып қалды. Сосыға барамын, Б формат дегенді басамын, Б-ны басамын. Көрдіңіз бе? Көлемі бірдей болды. Енді сақтаймын. Галерея қараңыздар. Енді қалған әріптерді осылай жазып шықсаңыздар болады. Сосын А4 глянцевый бумагаға шығарып, жан-жағын кесіп, жарға іле берсеңіздер болады. Менде дайын шаблондар менің идеяға толы парақша каналымда сақтаулы. Сақтап алып, сіздер де жасап көріңіздер. Мереке кезінде жарларыңызды сәндеп қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта қазақша форматта да салатын боламын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.